Кеш жарық дайрекке сұрақ келген екен. Келін алайын деп жатырмын, корзина көп болып тұр, 7-8 корзина салу керек деп айтты дейді. Ал 7-8 салатын менің жағдайым жоқ. Жағдайым жоқ болса, 3-4-ін салдым мен түсінбеймін сендерге. Біреу 10 апарды деп, 8 апарды деп, 10-ның 8-ін апаратын жағдай жоқ. 4-ін сықитып салыңдар. Барақлы не керек мен түсінбеймін. Качественный зат салу керек қой бір. Әдемі, күшті. Не болса соны былықтырып сала бересіңдер, мен түсінбеймін. 7-8, 9 корзина толтырып, оны қаразылдей қылып апарғанда не пайда? Өші өлтіресіз сендер. Көріп жұмыс қыз әкелген, толтырып кіріп жатыр. Ол корзина қаразылдей қылып әкеліп жатыр. Біз не алма жемей жүрміз, банан жемей жүрміз. Енді ладно, шашу ғой енді, олар енді шашу енді. Енді сок шашу шығар, енді мойши шашуға шыққындар енді. Не корзина 7-8 корзинаны толтыра алмай мойшыны фаберліктің мынаны қосып қойыпты ғой енді. Ал енді әркім өзі біледі ғой, мен оған қой, мен стандарт 3-4 апар десе, мені ешкім тыңдамайды. Неше түрін жазасыңдар, қазір көреміз ғой. Неше түрін жазасыңдар астына. Біреудің жағдайы келмей жатыр соны. Түсінбеймін бе? Ойбай, апармасаң айтады, анау деген аза келді деп айтады дейді. Апарыңдар, енді не қосасыңдар? 7-8, 9, 10-ға не қосасыңдар енді? Білмеймін, не қосады, қоса берсін едік, дәм болсын қазақтар. Қызық ба вообще.